Баршаңызға сәлем, каналыма хош келдіңіздер. Түрлі жағдайлардың себебімен пайда болатын варикоздан құтылу кез келген нәзік жандының арманы болса керекті. Өйткені аяқты білеуленген тамыр аяғыңыздың сұлулығына сын келтірсе, екінші жағынан ауыртатыны бар. Білеуленген тамырды хирургиялық жолмен алдыруға асықпаңыз. Оны үйде емдеп жазуға болады. Ол үшін төмендегі кеңестерді іс жүзінде жасап көріңіз. Кез келген дәріхананың сөресінен табылатын алма сірке суынан 1-2 тамшы 1 стакан жылы суға араластырып таңертең аш қарынға ішесіз. Бұл сіздің ағзаңызды А, В және С дәрумендерімен қамтиды. Қан тамырлардың саулығын арттырады, әрі теріңізді тегістейді. Үйіңіздегі каланхойе гүлі де сіздің дертіңізге дауа болады. Ол үшін гүл мен спиртті бірдей көлемде алып араластырыңыз. Дайын болған тұнбамен білеуленген тамырды сүртіңіз. Емді 1 ай бойы жүргізесіз. Көк қызанақтың да кереметі мол. Ол үшін қызанақты езіп білеуленген тамырға жағасыз. Сыртынан қағаз қойып, жұқа матамен орап қойыңыз. Шамамен 30-40 минуттан соң компрессті аласыз. Осылайша үзбей 2 апта жүргізсеңіз, ем нәтижесін береді. 2 ас қасық қалахайды 250 грамм қайнаған суға салып тұндырыңыз. Тұнба салқындаған соң сүзіп алып жарты сағат стаканынан ішесіз. Емді күніне 3 рет жүргізу керек. 3 дана алманы 1 литр қайнаған суға салып тұндырып қойыңыз. Шамамен 4 сағаттан соң алманы езіп, ботқа жасайсыз. Оған бал араластырып таңертең және кешке ішке қабылдайсыз. Алма тұнбасы қан тамырларыңыздың саулығын арттырады. Жасыл грек жаңғағы білеуленген тамырға керемет ем екенін екінің бірі біле бермес. Оны дайындау үшін жаңғақты ыдысқа саласыз. Үстіне зәйтүн майын құйып 6 аптаға тұндырып қойыңыз. Ыдысты күн тимейтін жерге қоюды ұмытпаңыз. Белгіленген уақыттан соң дайын болған тұнбамен күнде жатар алдында сүртесіз. Орташа көлемдегі картопты үкіштен өткізіңіз. Оны варикоз шыққан жерге жағып, сыртынан дәкемен орап қоясыз. Осылайша таңға дейін жатасыз. Таңертең компрессті алып, аяғыңызды жылы сумен шаясыз. 250 грамм сарымсақты қабығынан аршып үгесіз. Сосын оны 350 грамм таза балмен араластырып, 2 аптадай тұндырып қоясыз. Белгіленген күннен соң тұнбаны алып, 1 ас қасықтай күніне 3 рет ішке қабылдайсыз. Емді 2 апта үзбей жүргізсеңіз, ішкі ағзаларыңызды тазартасыз, әрі варикоздан құтыласыз. Достар, видеом пайдалы болды деген үміттемін. Арнама жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сау, саламат болыңыздар.